Сәлем достар, арамыздағы көбіміз өмірінде жоқ дегенде бір рет болсын сергітетін сусын ішіп көрген боларсыздар. Басқаша айтқанда энергетик сусын деп те атауға болады. Ал сіздер мұндай сусын алғашқы рет қашан және қалай дайындалған туралы ойланып көрдіңіз бе? Бұл компанияның атақты Red Bull қанаттандырады слоганын бәріңіз естіген шығарсыз. Алғашында бұл сусынның сатылымы өте төмен болған және компания құлдырауға да таяу қалған. Жарайды, бәрін рет-ретімен айтқан дұрыс болар. Менің ойымша бұл шығарылым сізге ұнайды деген сенімдемін. Австриялық бизнесмен Дитрих Матишиц қиындықтарға төтеп беріп бұл сусынды экстремалды көңіл көтеру символына айналдырған. Ол энергетикалық сусындар нарығын нөлден бастап көтерген адам. Ал қазір бұл долларлық миллиардер Формула 1 Бундеслига командаларының иесі. Дитрих Австрияның шағын қалашығында 1944 жылы дүниеге келген. Ата-анасы баланың оқуын кішкентай кезінен қолға алған. Бірақ та Дитрих өз жасындағы балалардан оқу жағынан қалып отырған және жазу тіпті сөйлеу қиынға түскен. Жанындағылар сыныптан сыныпқа қалай өтеді деп таңғалған. Бірақ та ол оқуын бітіріп университетке түседі. Студенттік шағында да оқуда жетістіктерге жетті деп айтуға келмейді. Шаршататын конспект жазудан гөрі достармен уақыт өткізгенді ұнатқан. Көңіл көтеру кештерінде қыдырып өз ортасының алды болған. Бірақ та бұлай көп жалғаса беру мүмкін емес еді. Оқу орнын бітірген соң ата-анасы ақша берулерін тоқтатып, жұмысқа шығуын талап еткен. Осылайша Дитрих Unilever компаниясына тәжірибе өтуге барады. Ол жерде жууға арналған құралдарды сатумен айналысқан. 4 жыл өткен соң ол супервайзер болады. Бірнеше жылдан соң бөлім бастығына айналады. Ал 40 жасына таяғында танымал тіс жуу компаниясының директор лауазымы ұсынылады. Былай қарасаңыз таңғаларлық ештеңе жоқ, қалыпты мансаптық өсу сияқты. Бірақ та сауда-саттықта жүрген соң көптеген іс-сапарлар кезінде өз бизнесін ашу туралы ой пайда бола бастайды және жиналған қаражатта мүмкіндік беріп тұрған. Күндердің бір күнінде таңғы газет оқып отырып, таиландтық бизнесменнің энергетикалық сусын ойлап тапқаны туралы оқиды. Ол уақытта Азияда танымал болған сусынды Европада ешкім білмеген. 3 апта өткен соң Дитрих Таиландқа танып, кофеин, қант пен тауриннен тұратын сусынға қол жеткізеді. Ұшудан шаршап келіп, бұл сусын ішкен кезде шаршағаны бірден жоғалады. Тарихқа үңілетін болсақ, алғашқы Лаказейт атты энергетикалық сусынды шамамен 100 жыл бұрын Европада 1927 жылы британиялық фармацевт Уильям Уокер Хантер ойлап тапқан. Құрамы 25% глюкозадан тұратын сироп емге қолданып, тек қана дәріханаларда сатылған. 40 жасқа таяп қалған Дитрих нарықты зерттеп 1987 жылы бизнес бастауға бел буады. Бірақ та қаражатының барлығын салғанның өзінде компания ашуға ол ақша аз болды. Есепте келе алғашқы жарнаға $500,000 керек еді. Дитрих таныс дистрибьюторына барып, керек соманы алып бірінші өндірісін іске асырады. Компанияның аты туралы да көп ойлауға тура келмеген. Таиландта ішіп көрген сусынның аты Red Bull сөзінің аудармасы еді. Өз жұмысынан кетіп өндірісін дамыта бастаған сәтте қиындықтар да пайда болады. Австрияның өзінде бұл сусынды сатуға рұқсат алу үшін 3 жыл бойы құжат жинаған. Сусын шығаратын зауыттар салу мәселесі де қиынға соқты. Өндірісті кеңейту үшін жаңа зауыттар керек болған. Ал ол үшін қомақты қаражатты талап етті. Барлық таныс сусын шығаратын өндіріс орындарына барып, бірақ нәтиже шығара алмай бизнесі құлдырай бастайды. Ойламаған жерден Дитрихқа алкогольсіз сусын зауытына хабарласып келісім жасалынады. Бұл жаңалығын досымен бөлісуге барған сәтте Red Bull қанаттандырады танымал слоганы пайда болған. Европадағы бірінші сатылым көп пайда келмеді. Бірақ та сәтті жасалған жарнаманың көмегімен компания жайлап көтеріле бастайды. Бұл сусынның баннерлары түнгі клубтарда, университеттерде пайда болады. Ал супермаркеттерде алкогольсіз сусындармен бірге қоюға рұқсат бермеген. Дитрих атақты кола мен Pepsi компанияларынан ұтылатынын білгендіктен Red Bull'ды бөлек арнайы сөрелерге қойдыртқан. Австрия нарығынан кейін бұл тауар Венгрия, Англия, Германияда сатыла бастайды. Бірақ та Германияның ата-аналар одағы сусынды ішу нашақорлықпен тең деген пікір білдірген. Бұл жағдай керісінше жастардың қызығушылығын арттыра түсті. Құрама штаттарында бұл сусын 1997 жылы Калифорния штатында ғана сатылымға шыққан. Компания экстремал Феликс Баумгартнермен келісімшартқа отырады. Ол болса Red Bull компаниясының логотипі киіммен стратосферадан секірген болатын. Келесі күні бұл туралы барлық газеттер мен мақалаларға шығып миллиардтаған адам көреді. Қазіргі таңда бұл сусынды әлемнің 170 мемлекетінен табуға болады. 2018 жылы Құрама штатында жылдық сатылым $11 миллиард болған. Компания жұмысшылары барлық мемлекеттерді қосқанда 13 мың адамға жуық. Ал әлем бойынша сатылым жағынан Red Bull бірінші орында тұр. Monster екінші орында және америкалық Bjorn үшінші орынға ие. Компания жыл сайын даму үстінде. Қазір компания басшысы 77 жаста, ал оның жылдық табысы $29 миллиард. Бұл брендтің пайда болу тарихы қиындықтарға төтеп беріп, өз мақсатыңнан бас тартпау сияқты қағидаларды алға қояды. Кішкентай ғана австриялық компания әлемге танымал болып, кола мен Pepsi сияқты нарық гиганттарына төтеп берген.
мен болсам сіздер де алға қойған мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспін. Видеоны соңына дейін көріп бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.